Сәлем достар, біз сіздермен ұлттық бірыңғай тестке арналған бірінші нұсқасын шығарудамыз. Қазір 7-ші есептен бастаймыз. 7-ші есебімізде бізде арифметикалық прогрессияның жалпы түрдегі формуласы берілген, яғни AN тең 4N қосылған 9. Осы арифметикалық прогрессияның алғашқы 18 мүшесінің қосындысын табуымыз қажет. Олай болса, қосындысы болғандықтан S 18-ші мүшесінің қосындысын табу қажет. Алдымен жалпы түрдегі алғашқы мүшелерінің қосындысының формуласын жазатын болсақ, ол бізде A1 қосылған AN бөлінген 2 көбейтілген N. Осы формула бар, және тағы да екінші формула SN тең 2A1 қосылған D N-1 бөлінген 2 көбейтілген N. Бізге тиімдісі бірінші формуланы қолдану. Яғни бұл жердегі жалпы формуладағы N-нің орнына алдымен 1-ді қоямыз. Сонда A бірінші мүшеміз тең 4-ті көбейтеміз 1-ге, қосамыз 9-ды тең болады 13-ке. Енді 18-ші мүшесі қажет бізге формула бойынша N тең 18. Яғни N-нің орнын 18-бен алмастырамыз. 18 тең 4-ті көбейтеміз 18-ге, қосамыз 9-ды. 4 18-ге өтсек 72, 72-ге 9-ды қоссақ 80 бар. Яғни берілген арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі 13-ге тең, ал 18-ші мүшесі 81-ге тең. Осы бірінші мүшесі мен 18-ші мүшелерінің қосындысын табайық. Олай болса, S 18-ші мүше тең, A1-іміз 13-ге тең, 13-ге қосамыз 81-ді, формула бойынша бөлеміз 2-ге, көбейтеміз N бізде 18-ге тең. Олай болса, 13-ге 81-ді қоссақ 94, бөлінген 2 көбейту 18. 2 мен 18 2-ге қысқарады, 9 қалады. Сонда тең 94-ті көбейтеміз 9-ға. 4 9-ым 36, 3 ойда, 9 жердегі 9-ым 81, ойдағы 3-ті қоссақ 84. Олай болса, алғашқы 18 мүшесінің қосындысы 846-ға тең. Олай болса, берілген есептегі жауабы алғашқы 18 мүшесінің қосындысы 846-ға тең деген сөз. Келесі, 8-ші есепті қарастырайық. 8-ші есепте бізде функция берілген. Функциямыздың түрі y тең логарифм 6 негіздегі x. Осы функцияға кері функцияны табуымыз қажет. Алдымен функцияға кері функцияны табу үшін екі тәсілмен шығару жолын қарастырайық. Бірінші, осы берілген функцияны түрлендірейік. Бірінші тәсіл. Екі жағында логарифмге келтіреміз. Логарифм 6 негіздегі x-іміз қалсын, ал y-тің қасына көбейтемін логарифм 6 негіздегі 6-ны. Негіздері мен логарифм астындағы өрнек бірдей болғандықтан, соңғы мына өрнегіміз бірге тең. Бірді y-ге көбейтсе, қайтадан берілген функцияның өзі шығады. Енді y-ті 6-ның дәрежесіне жіберем, логарифмның қасиеті бойынша. Яғни n көбейтілген логарифм a негіздегі b тең болатын логарифм a негіздегі b-ның n дәрежесі. Олай болса, логарифм 6 негіздегі x тең болады логарифм 6 негіздегі 6y-ге. Екі жағында логарифм негіздері 6 болғандықтан оны қалдырып, тең логарифм астындағы өрнектес теңестіреміз. Сонда x тең 6-ның y дәрежесі. Енді біз берілген функцияға кері функцияны таптық. Соңғы қадам y-ті x-пен, ал x-ті y-пен алмастырамыз. Сонда x-тің орнына y-ті жазсақ, ал y-тің орнына x жазсақ, 6-ның x дәрежесі. Олай болса, берілген функцияға кері функциямыз y тең 6-ның x дәрежесі. Немесе графиктік тәсілмен салатын болсақ, екінші тәсіл графиктік тәсіл. Логарифмның графигін еске түсіретін болса, координаталық жазықтықта x, y. Және ол бізде y тең x түзуіне симметриялы болу керек, y тең x түзуіне. Бізде берілген логарифмдік функция болғандықтан, логарифм астындағы өрнек x ешқашан терісімен қабылдамайды. Яғни ол бізде бірінші және төртінші ширек арқылы өтеді. Яғни x-тің орнына 1-ді қойғанда y-тің мәні 0-ге тең. Олай болса, біздің функциямыздың графигі мына түрде берілген.
Ол бізде y тең логарифм 6 негіздегі x функциясының графигі. Енді осыған симметриялы, y тең x түзуіне симметриялы болатын функциямыз, яғни бір нүктесінде қиылысады, ол y осінде, ол бізде мына функция. Яғни логарифмге кері функция y тең 6-ның x дәрежесі көрсеткіштік функция болады. Яғни берілген логарифм 6 негіздегі x функциясына кері функция y тең 6-ның x дәрежесі. Келесі 9-шы есепті қарастырайық. 9-шы есепте есептің шарты мына түрде. Сын нүктесі АВ кесіндісінің 1-ден 2-ге қатынасында орналасқан. Ал кесіндіні салайық. Бізде АВ кесіндісі берілген. АВ кесіндісі. Сын нүктесі орналасады 2-нің 1 қатынасында. Яғни онда 2-нің 1-2-ге қатынасында сын нүктесін орналастырып алайық. Ол үшін барлығы 1-ге 2-ні қоссақ теңде 3 бөлік. 3 бөлікке бөлеміз. Яғни А нүктесіне қатысты А-дан С-ға дейінгі арақашықтық 1 бөлу керек, С-дан Б-ға дейінгі арақашықтық 2 бөлу керек. Олай болса, сын нүктесі мына аралықта орналасады деген сөз. Бұл жерде сын нүктесінің координатасы белгісіз. Алдымен АС-ның СВ-ға қатынасын жазып алайық. Бізде АС кесіндісінің СВ-ға қатынасы, ол бізде 1-2-ге қатынасы. Салыстырайық, АС-да барлығы 1 бөлік, ал С-дан В-ға дейін теңде 2 бөлік бар. Сонда 1-2-ге қатынасы. Яғни бұл жердегі 2-ден 1 лямбдаға тең. Енді бізде берілген А нүктесі мен Б нүктесінің координатасы. А нүктесіндегі абсцисасы 3-ге тең, ординатасы -4-ге тең, ал аппликатасы -2-ге тең. Б нүктесінде координатасын жазатын болсақ, абсцисасы 6-ға тең, ординатасы 2-ге тең, аппликатасы 10-ға тең. Ал бізде сын нүктесінің координаталары белгісіз. Яғни сын нүктенің координатасында x, y, z деп белгілеп алайық. Осы сынның 3 координатасын табуымыз қажет. Алдымен берілген қатынастағы нүктенің координатасын табу үшін жалпы формуласын жазсақ. Мысалы, сын нүктесінің x координатасын жазу үшін жалпы формулада С-ға қатысты А-ның x, яғни А нүктесінің x-ның мәні нүктедегі қосылған лямбда көбейтілген Б нүктесіндегі абсцисаның мәні бөлінген 1 қосылған лямбда. Яғни бұл x үшінде, y үшінде, z үшінде орындалады. Олай болса, осы белгісіз сын нүктесін алдымен абсцисасын табайық. С-x тең, А нүктесінің абсцисасы 3-ге тең, 3 қосылған лямбда бізде 2-ден 1-ге тең, 2-ден 1 көбейтілген Б нүктесінің абсцисасы 6-ға тең, 1 қосылған 2-ден 1. Орнына қоямыз. 2 мен 6 қысқарады, 2-ге 3 қалады, 3-ге 3-ті қоссақ 6. Бөлімінде 1-ге қоссақ 2-ден 1-ді, 2-ден 3. Бұл дегеніміз 6-ны бөлеміз 3-ге, көбейтеміз 2-ге деген сөз. 12-ні 3-ге бөлсек 4-ге тең. Келесі енді С-ның y-ның мәнін табайық. С-y. Алдымен А нүктесіндегі ординатасы -4-ге тең. -4-ті қосамыз лямбда 2-ден 1. Көбейтілген Б нүктесінің ординатасы 2-ге. Бөлімінде 1 қосылған 2-ден 1. Сонда 2 мен 2 қысқарады, 1 қалады. -4-ге қосамын 1-ді -3. Бөлімінде 1-ге қоссам 2-ден 1-ді, 2-ден 3. Бұл дегеніміз -3-ті бөлеміз 3-ге, көбейтеміз 2-ге. Қалады мәні -2. 3 пен 3 қысқарып кетеді. Енді белгісіз z мүшесін табайық. Бұл жерде А нүктесіндегі аппликатасы -2. -2-ге қосамыз 2-ден 1-ді көбейтеміз Б нүктесіндегі аппликатаның мәні 10-ға. Бөлімінде 1 қосылған 2-ден 1. 2 мен 10 қысқарады, 5 қалады. -2-ге қосам 5-ті 3. Бөлімінде қалады 2-ден 3. Олай болса, 3-ті көбейтем 2-ге, бөлем 3-ге. 3 пен 3 қысқарады, мәні 2-ге тең. Олай болса, берілген кесіндідегі С нүктесінің координатасында абсцисасы тең 4-ге, ординатасы тең -2-ге, ал аппликатасы тең болады 2-ге.
Бұл бізде берілген кесіндідегі белгісіз сын нүктесінің координатасы. Біз сіздермен қарастырдық ұлттық бірыңғай тестке есептер шығаруды. Келесі кездескенше сау болыңдар.